بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті салауат сырлары сабағымызға қатысып жатқан қатысушылар, Алланың қалауымен біз салауат сырларының бірінші сабағын кеше өттік, яғни салауаттың артықшылықтарын кеше айтып өттік. Енді бүгін жаңа тақырып және соған ұқсас тақырып өтеміз. Ол салауаттың пайдалары және оған дейінгі тақырып қандай? Тахзирул джуласаи мин таркис салати аля набии саллаллаху алейхи вассалама фи маджалисихим. Мәжілісте жиналған адамдардың сол мәжілісте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтпай тарқатып кетулері жайында, яғни олай жасауға болмайтындығы жайында. Жамағат болып жалпы бір жерде жиналды ма, сол жерде міндетті түрде не істелінуі керек екен? Аллаға және Алла еске алынып, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтылу керек екен. Янбағи лиман жаласа фи маджлисин ан ла яқума мин маджлисихи хатта язкура Аллаха та'аля. Сондай бір мәжілісте отырған адам Алланы зікір етпей ол мәжілістен тұруына болмайды. Яғни сол мәжілісте зікір етуі керек Алла тағаланы. Ва юсаллия фихи аля расулихи саллаллаху алейхи вассалам. Және өзінің сол Алла тағаланың елшісіне не істеуі керек? Салауат айтуы керек. Ва ман лам яф'ал залик, кім бұл нәрсені, сол нәрсені істемейтін болса, фасауфа якуну заликал маджлису алейхи хасратан яумал қияма ва надаматан. Кім олай істемейтін болса, онда ол мәжіліс оған ақырет күнде қасірет болады және өкініш болады дейді. Астағфируллах. Ва ан Аби Хурайрата радияллаху анху, Абу Хурайрадан жеткен хадисте, Алла ол кісіге разы болсын, ани наби саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жетеді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткен хадис, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан жеткізеді, сахаба радияллаху анхудан. Ол кісі айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: ма жаласа қаумун маджлисан лам язкуруллаха фихи ва лам юсаллу аля набийхим илля кана алейхим тиратан. Қандай да бір қауым, яғни бір топ адамдар бір мәжілісте жиналған кезде, отырған кезде, сол жерде олар Алланы еске алмай, Алланың пайғамбарына салауат айтпайтын болса, онда ол оларға тиротан болады дейді. Тиротан дегеніміз Ибн Хаджар әл-Хайтами, кешіріңіздер, бұны не деп айтқан, қандай мағыналарға берген? Қасірет деген мағынаны білдірген. Яғни қасірет болады оған. Немесе ол оған тозақ болады, от болады, немесе ол оған күнә болады деген мағыналарды айтқан. Ал Ибн әл-Асир деген тарихшы ғұлама ғалым, ол кісі өзінің кітабында ол не деп айтқан? Нұқсандық болады деп айтқан. Осындай мағыналарды білдірген. Фа иншаа аззабахум, Алла тағала сол үшін қаласа оларды азаптайды, ва иншаа ғафара лахум, қаласа Алла тағала оларды кешіреді. Қараңыздар, сіздер мынандай нәрсе ойлап қалуыңыз мүмкін. Яғни сіздің ойыңызға қазір мынандай нәрсе келуі мүмкін да. Сондай бір кішкентай нәрсеге Алла тағала мені азаптай ма не? Мен бір жерде отырып жиналған кезде мен пайғамбарға немесе пайғамбарға салауат айтпай, Алланы зікір етпей тұрғаным үшін Алла мені сонда азаптай ма не? Сонда кішкентай нәрсеге азаптай ма дейді деп айту мүмкін. Біліп қойыңыздар, баршамыз білейік, Алла ол Құдай. Алла сұралмайды. Түсінесіздер ма? Алла сұралмайды, біз сұраламыз. Аллаға айтылмайды неге деп. Бәлки кімге айтылады? Неге деп? Бізге айтылады ақырет күнде. Неге сен олай істедің? Неге? Өйткені біз құлмыз, біз пендеміз. Соны мойындау нағыз Алланың құлы болу да. Нағыз соны мойындау, соны түсіну,
сол менен нағыз Алла тағаланың құлы болу. Қашан сіз болды менде Аллаға қарсы ешқандай шағым менде болуы мүмкін емес екенін түсінген кезде, сезінген кезіңізде сіз шынайы Аллаға құл бола аласыз. Яғни сіз Аллаға неге деп айтылмайтынын түсінген кезде. Түсінесіз бе? Аллаға неге деп айтылмайды. Ол Құдай. Алла қалағанын жаратады. Алла қалаған адамды азаптайды, Алла қалаған адамды рахмет етеді. Және сізге жеткілікті нәрсе, білу керек болған нәрсе, Алла тағаланың әділ деген сипаты бар. Сондықтан бұл әділдік, Алланың әділдігі, ешқандай әділ адам, сіз қандай бұл өмірде әділдік көрдіңіз? Ол ешқандай әділдік Алла тағаланың әділдігі менен не келмейді, тең келмейді. Сондықтан сіз мүлдем уайымдамасаңыз болады, Алланың шешімі әділ болатынына. Алла кімді тозаққа кіргізсе де, жәннатқа кіргізсе. Бірақ қараңыздар, жәннатқа адам әділдікпен кірмейді. Жәннатқа адам әділдікпен кірмейді. Не, қандай сипатпен кіреді? Жәннатқа Алла тағала кіргізеді, адамдарды рахымымен кіргізеді. Өйткені әділдікпен асылы біз жәннатқа не емеспіз? Әділдікке салатын болсақ, барлығын әділдікке да, онда біз жәннатқа не емеспіз? Лайық емеспіз. Өйткені бізге барлығын нәсіп етіп, сол жақсылықты жасауға мүмкіншілік беріп тұрған кім? Алла тағала. Және Алла тағала біздің осындай қысқа ғана ғұмырымызға мәңгі, алдыңғы сабақта айтқанымыздай, мәңгі нені беріп тұр? Сыйды, сый-сияпатты беріп тұр. Мәңгі беріп тұр. Және ол не істеліне береді? Жаңағындай күннен күнге арта береді. Яғни арта береді дегенде қалай? Үлдем үзілмейді. Бұл өмірде барлығы тоқтайды. Бүкіл рахат, бүкіл ләззат, уақытша барлығы. Сіз мысалы тамақ жейсіз ба? Тамақтың қарныңыз аш сәтінде ғана сізге ол тамақ не болып тұрады? Өте тәтті болып тұрады. Сіз ол тамақты жейсіз, рахат аласыз, ұнап тұрады сізге. Сосын тоя бастағаннан кейін ең алғашқы жаңағы жегендегі не болмайды? Сезім болмайды. Қасықты ең алғашқы алған кездегі. Ол сезім бола ма? Болмайды. Өйткені сіз өзіңіздің жаңағы қалауыңызды не істедіңіз? Қандырдыңыз, тойдырттыңыз өзіңізді. Болды. Сіз не істемейсіз? Одан кейін ондай рахат алмайсыз ол тамақтан. Ал жәннатта олай емес. Жәннатта әр сіздің жеген нәрсеңіздің дәмі өзгере береді. Несі? Дәмі өзгереді. Рахаты мүлдем бөлек. Яғни жәннаттағы біз жәннаттың нығметтерін айтатын болсақ, ол бұл өмірде берілген нәрсеге мүлдем салыстыруға келмейтін нәрсе. Тек ұқсастық бар. Ва уту бихи муташабихат дейді Құранда Алла тағала. Оларға сондай ұқсас нәрселер беріледі дейді. Яғни біз ана дүниеде осыған ұқсас бір нәрсені көрген едік, осыған ұқсас нәрсені істеген едік, жеген едік деген секілді. Сондай ұқсасы ғана беріледі. Ал ол үзілмеу жағынан ол жақта ол мәңгі. Әрі ол не істемейді. Ал ол жақта адамдар не істемейді, жалықпайды, не істемейді. Енді ойлаңыз, осының бәрі не емес? Әділдікке салатын болсақ, ол әділ емес та олай беру. Алла тағаланың ондай сый қылып беруі да. Сондықтан Алла жәннатқа немен кіргізеді? Рахымымен кіргізеді. Және Алла бізге бәрін нәсіп етіп тұр. Өзі мүмкіншілік соны істеуге, жақсылықты істеуге, салауатты айтуға, мадақты айтуға, соның бәрін өзі нәсіп етіп тұрғандықтан, Алланың қалауымен ғана болып тұрғандықтан, бұл сіз не істей алмайсыз? Жәннатқа немен кіре алмайсыз? Алланың әділдігімен кіре алмайсыз. Бәлки рахымымен кіреміз, ал тозаққа адам немен кіреді? Әділдікпен кіреді. Тозаққа кірген әділ кім болсын ол? Ол өмірге, дүниеге келген сәттен бастап қайтыс болғанға шейін бір Аллаға құлшылық етіп өтсе де, ол егер тозаққа кірсе, ол әділдікпен кірген болып саналады. Түсінікті? Өйткені ол сол өзін соған мен жәннатқа әділмін, мен жәннатқа кіруім міндет, яғни мен жәннат қалайсам екен, лайықты болдым деп өзін санап кетудің өзі ол не болып кетеді? Күнә болып кетеді. Күнә болып кетеді да. Лайықты өзін санап кетсе, мен әділдікпен кірем деген секілді. Жәннатқа кіруім лайық болды менің десе, болды, ол лайық емес болып қалады сол сәтте ақ. Тозаққа кіреді, солай кірген адам жәннатқа лайықты емес болып, тозаққа лайықты болып қалады деген секілді. Сондықтан Алла қалағаныз мына жерде айтқандай, кімді Алланы еске алмаған және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям салауат айтпаған адамды Алла фа ин шаа аззабахум
қаласа оларды азаптайды, қаласа оларды кешіреді. Сондықтан біз әрқашан қандай да бір амал болмасын, біз Алладан кешірім сұрауымыз керек. Қандай да бір жақсылық болмасын, оны бір кішкентай нәрсе көрмеуіміз, кішкентай жақсылық ретінде көрмеуіміз керек. Яғни бұл жақсылықтан мен бір жәннатқа кіріп кетпеймін ғой деген секілді ой болмау керек. Жоқ, сіз білмейсіз, біз білмейміз қай жақсылыққа Алла бізге разы болатын. Дәл солай күнәні де, қай күнә үшін бізді Алла тағала азаптай салуы мүмкін екенін білмейміз. Бәлки біз елемей қалған бір күнәні, бұл кішкентай нәрсе ғой деп біз елемей қойған нәрсеміз, ол не болады? Сол себепті Алла бізді азаптауы мүмкін. Мұнафиқтың да белгісі қандай? Ол күнәні не сияқты көреді? Шығын сияқты көреді, мұрнының алдында шығып жатқан, оны бүйтіп не істей салады, жаңағы қолмен сілтеп жібере салады. Кішкентай нәрсе көреді. Ал шынайы мүмин адам күнәні таудай көреді, таудай ауыр жүк ретінде. Ол қандай күнә болмасын. Айтады ғой, кімнің алдында қандай күнә жасап жатқанына емес, кімнің алдында күнә жасап жатқанына қара дейді. Осылай. وروى ابن منيع في مسنده عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال وكسيتادا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم aytты أيما قوم جلسوا في مجلس қайсы бір адамдар бір мәжілісте жиналатын болса ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم сөйтіп Алла тағаланы еске алмай пайғамбарға саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтпай тарқап кететін болса كان ذلك المجلس عليهم تيرة يوم القيامة яғни хасрatan бұл мәжіліс оларға не болады ақырет күнде қасірет болады дейді бұл мәжіліс олар үшін. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال және Абу Хурайрадан жеткен хадисте ол кісі айтады قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم айтты ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم қайсы бір қауым бір отыратын жерде жиналып отыратын болса және сол жерде олар Алла тағаланы еске алмай пайғамбарға салауат айтпай саллаллаху алейхи уассалам салауат айтпайтын болса илля кан алейхим хасратан яумал қияма оларға ол ақырет күнде не болады? Қасірет болады. Ва индахалул жанната лиссауаб тіпті олар содан кейін жәннатқа кірсе де сауап себепті оларда сауаппенен Алла оларды рахым етіп сол жасаған амалдар үшін жәннатқа кірсе де ол мәжіліс оларға не болады дейді? Қасірет болады дейді. Қызық, енді осыны түсіндіреді Ибн Хаджар аль-Хайтами түсіндіреді, айтады иннахум ятахассаруна аля тарки ссалати аля набии саллаллаху алейхи уассалам фил мауқиф олар дейді сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтпағандарына не істейді? Өкінеді. Яғни неге біз сол кезде салауат айтпадық деп ақыретте өкінеді. Лима фатахум мин сауабиха сол салауаттың сауабынан айырылып қалғаны үшін. Яғни сол жерде олар қандай сауапқа ие болатынын білген кезде, түсінген кезде ақыретте олар соған өкініп, ақыретте не болады оларға сол қасірет болады, яғни өкініш болады оларға. Олар өкінеді. Ва ин кана масирухум илал жанна олардың барар жері жәннат болса да дейді сол ақырет уақытта. Ла аннал хасрата тулазимухум ба'да духулиха бұл жерде ол қасірет, яғни өкініш жәннатқа олармен бірге кіреді деген мағынада емес дейді. Яғни жәннатқа кірмей тұрып бұл өкініш болады да. Жәннатқа кірмей тұрып. Өйткені жәннатта ешкім өкінбейді, ешкім қайғырмайды, ешкім қорықпайды еш нәрседен. Жәннатта ешқандай не жоқ? Өкініш жоқ, қайғы жоқ, еш нәрсе жоқ ол жақта. Қорқыныштың бірде-бір несі жоғы, бірде-бір сипаты жоқ. Мүлдем адам ол жақта қорқпайды, қайғырмайды. Қорқу болашақтан болса, қайғыру неге болады? Өткен шаққа болады. Өткен шақтан өткенге. Сондықтан өткенге де қайғыру жоқ, болашақтан қорқу да жоқ жәннатта. Еш нәрсе. Мен болашағым не болады деп ол жақта ешкім уайымдамайды. Шіркін кезінде мынаны істегенде ғой деп олай өкінбейді. Жәннатта ондай не жоқ, сезім болмайды. Барлығы бірдей не? Бақытты өмір сүреді. Мәңгі да, мәңгі. Елестетіңізші, мәңгі ол, мәңгі. وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه
Абу Хурайрадан жеткізген хадисте, Хаким жеткізген, расында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Маджтамаа қаумун сумма тафаррақу ан гайри зикриллахи азза ва джалла ва салатин аля наби саллаллаху алейхи вассалам илля қауму ан антуни джифа". Субханаллах. Алла тағала бізді кешірсін. Айтады, қайсы бір қауым жиналып, содан кейін Алланы еске алмай, пайғамбарға салауат айтпай, саллаллаху алейхи вассалам, тарқап кететін болса, солай олар дейді, сондай өліксе, жаңағы не дейді ғой, мәйіт дейді ғой, мәйіттің жаман иіс шығып кеткен иіс бар болады ғой, өліксенің, мәйіттің, сондай бір мәйіттің жаман иісі шыққан күйде тұрады дейді. Олар мәжілістен тұрған кезде сондай иіс болады дейді сол жерде. Субханалла, Алла тағала баршамызды кешірсін. Сондықтан қай жерде болсын жиналсаңыз, кез келген жерде әйтеуір бір Аллаға мадақ айтылып, немесе жалпы бір Алла еске алынып, кем дегенде ғой енді, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтуды ұмытпайық. فيسن لكل واحد من الجلساء أن يذكر الله تعالى بالتسبيح أو التحميد أو التكبير أو الاستغفار أو نحو ذلك. Сондықтан да әрбір сол мәжілісте отырған адамға не сүннет болады? Алла тағаланы тасбихпен, немесе мақтаумен, немесе тәкбірмен, немесе истихфармен, яғни кешірім сұрауменен еске алу. Тасбих ол субханалла, тахмид дегеніміз ол альхамдулилля, такбир дегеніміз Аллаху акбар, истихфар дегеніміз Алла мені кешір, астағфирулла деген секілді. Осындай сөздермен еске алу әрбір не болады? Сүннет болады сол жерде отырғандарға. Залима байна кулли хинин ва ахар. Сол жерде отырғанның баршасына. وكذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Дәл солай пайғамбарға саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту керек болады, сүннет болады. ويتأكد ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إرادة القيام من المجلس. және әсіресе сол мәжілісте қай уақытта Алла тағала еске алынып, салауат пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтылудың несі, яғни айтылу керек болған сәт күші, қалай айтсам екен, сол үкім күшейеді, яғни болды, сол сәтте уже айту керек. Әсіресе сол сәтте не істеу керек? Айту керек болған уақыт, ол қай уақыт? Олар сол мәжілістен тұрып жатқан кезде, яғни тарқайын деп жатқан кезде, ал бисмилля, альхамдулиллахи роббил алемин, афдалус салати ва аттаму таслим аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин, амин, Аллаху акбар деген секілді. Әйтеуір қазақта бізде бір жақсы не бар, үрдіс бар. Біз әйтеуір не болса да басында да немесе соңында да не істейміз? Бата қайтарамыз. Бата қайтарғанда сондай дұға етіп жібереміз. Дұға еткен кезде көп жағдайда әлбетте сол дұға ететін адам егер білетін болса, ол міндетті түрде Аллаға мадақ айтып, пайғамбарға салауат айтады. قال العلامة المناوي, сол кісі аллама ғалым кісі айтады: وتحصل السنة في الذكر والصلاة بأي لفظ كان. және Алла тағаланы еске алумен салауатты айту кез келген түрменен жүзеге асады дейді. Бұл сүннет. Жаңағы сүннет бар ғой, мәжілісте айту сүннеті. Қандай сөзбен болмасын, қандай неде жаңағындай өлшем, қандай немен, қалай айтсам екен, қандай сөзбен болмасын, Алла тағаланы қандай да сөзбен еске алса да, яғни жақсы сөз ғой енді әлбетте. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қандай үлгіде салауат айтса да, ол сүннет жүзеге асады. Ләкиннәл әкмәл фи зикри индәл қиями субханак Аллахума ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илейк. Бірақ кемел түрі тұрған кезде, сол мәжілістен тұрған кезде зікірдің кемел түрі қайсысы дейді? Ол осы сөз: субханак Аллахума ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илейк. Байқасаңыз, осы дұғаны көптеген уағыздарда соңында ести аласыз. Әсіресе ерсін ұстаздың мәжілістерінде сабақтан кейін осы дұғаны көп жағдайда айтады. Егер ұстаздың сабағын тыңдаған болсаңыздар, осы дұғаны айтып аяқтайды сабағын. Субханака Аллахума бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илейк деген секілді. Субханака, Алла тағалам, сен не?
кемшіліктен атаулардан, кемшілік атаулардан пәксін. Аллахума, Аллахум, ва бихамдик, саған мақтау мадақ болсын. Ашхаду ла илаха илля ант, сенен өзге Құдай жоқ екеніне куәлік етемін. Астағфирук, сенен кешірім сұраймын. Ва атубу илейк, және саған тәубе етемін деген мағына. Ва фис салати аля наби саллаллаху алейхи ва саллям ма фи ахири ташаххуд. Ал салауаттың кемел түрі ол ташаххудте айтылатын салауат. Сон ташаххудтың соңында айтылатын, яғни ат-тахияттың соңында айтылатын салауаттың үлгісі. Яғни ас-салаватул маруфату бил ибрахимия. Ол салауатты ибрахимия салауаты деп атайды, білесіздер. Аллахума салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Немесе Аллахума барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Осы жерде Сейдина сөзін қоссаңыздар да болады. Мырзамыз деген. Аллахума салли аля Сейдина Мухаммадин ва аля али Сейдина Мухаммад, кама саллейта аля Сейдина Ибрахима ва аля али Сейдина Ибрахим, иннака хамидун маджид деген сияқты. Секілді. Түсінікті? Осы. Енді қысқаша жиында салауат айтудың үкімі осы болып саналады. Арғарай енді біз нені өтеміз? Салауаттың пайдаларын өтеміз қазір. Салауаттың пайдалары алдыңғы бірінші дәріске ұқсас, бірақ өзгешелік бар, кішігірім. Салауаттың артықшылығы және пайдалары. Имам Абдулла Сираджиддин, ғұлама ғалым Абдулла Сираджиддин айтады: "И'лам айюхал ах ал-му'мин биллахи та'ала ва расулихи саллаллаху алейхи ва саллям." Біліп қой, Аллах, му'мин бауырым, му'мин бауырым, біліп қой, биллахи та'ала ва расулихи саллаллаху алейхи ва саллям. Алла тағала мен оның елшісін ортаға қоя отыра саған айтамын, біліп қой дейді. Біліп қой, анна салата аля наби саллаллаху алейхи ва саллям лаха фаваиду фадлин ва хайр. Расында пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтудың нелері бар? Үлкен артықшылық пайдалары бар, және жақсылықтары бар дейді. Жақсылықтары. Ва аваиду ихсанин ва бир. Және ол салауаттың қарымтасы бар, жақсы сондай қарымтасы бар дейді. Яғни ізгілік қарымтасы бар. Оның сол салауат себепті артынша келетін небір жақсылықтар бар дейді. Соның артынан келетін сол салауаттың. Ла я'ламу хасраха ва қадраха илля Аллаху та'ала. Оның мөлшерін, оның қадырын, оның мөлшерін тек қана Алла тағала біледі дейді. Аллази рабата тилкал фаваида вал аваида битилкас салавати аля хабибихил акрами саллаллаху алейхи ва саллям. Ол Алла не істеп қойды дейді? Ол сондай Алла осы бір пайдаларды және артынша салауаттың артынан келетін сондай хайырлы нәрселерді, жақсылықтарды, қарымталарды не істеп қойды? Осы өзінің ең жаңағы құрметіне ие болған, сүйікті болған пайғамбары саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтумен не істеп қойған? Байланыстырып қойған дейді. Ол жақсылықтарды, ол пайдаларды. Ва нахну назкуру минха жумлатан мужизатан. Біз соның қысқаша түрін не істейміз? Жеткіземіз дейді. Қысқаша түрде ол пайдалармен сол жаңағы артынша келетін жақсылықтарды қысқаша түрде жеткіземіз дейді. Не үшін? Туаллимул жахила, ол не істейді? Наданды үйретеді дейді. Ва тунаббихул ғафила, ғапылда жүрген адамды оятады дейді. Ғапылда, бейғамдықта жүрген адамды, еш нәрсеге мән бермей, ақыретін ойламай. Ва тузаккирул ақила, және ақылды адамға есіне салады. Яғни онсыз да ол біледі оны, бірақ адам болғандықтан ұмытады. Бірақ ол оны түсінеді, біледі, істеп жүреді, амал етіп, әрекет жасап жүреді. Бірақ оны не істейді? Оған есіне салады осы нәрсе. Оны білгеннен кейін. Өйткені Алла тағала Құранда не дейді? Уазаккир, еске сал, фа инна зикра танфаул муъминин. Расында еске салу, насихат айту не мүминдерге пайда береді дейді. Бұл еске салу деген нәрсе, насихат деген нәрсе, бұл діннің ең негізгі тіректерінің бірі болып саналады. Онсыз мұсылман қоғамы алдыға жылжымайды. Ислам діні
немен көркейеді? Ислам діні осы насихатпен көркейеді. Біз бір-бірімізге насихат айтумен. Мұсылманның айнасы дейді. Неге олай атайды? Өйткені ол бір өзінің қателігін өзге мұсылманнан көре алады. Яғни қалай көреді? Ол оған насихат айтады. Бауыры, жақыны. Ол оған келіп, мынауың ақыретке сай болмады деген секілді. Бұл дінімізде олай жасауға болмайтын еді ғой деп насихат айтады. Бір-бірімізге ақыретті еске саламыз, өлетінімізді еске саламыз. Ал қазіргі таңда қандай небір топтар дегенде, топ деп атамай қояйық, бірақ адамдар бар. Не істеп жатыр олар? Мына психологиямен шұғылданатын адамдар, олар біз баға бермейміз деген әңгімені айтып жүр. Бұл мүлдем дұрыс емес нәрсе. Жұртқа баға бермейміз. Түсініп отырсыздар ма? Яғни ешкімді еш нәрсе дейді. Кім не істесін? Қандай жамандық жасасын? Оған баға бермейміз. Жоқ. Айтпаймыз оны. Біз неміз? Бір Құдай біледі, ол адам мүмкін басқа шығар деген секілді. Оны ешкім жаңағындай өзіңді бір қалай айтсам екен, анау болды тозақы болады деп бірден оған үкім шығару емес мәселе насихатта. Насихат айтылу керек. Ол жамандық, ол күнә жария түрде жасалып жатқан болса, әлеуметтік желіде сол күнә немесе исламға қайшы теріс бағанағындай пікір жария түрінде барлығы соны талқылап айтып жүрген болса, ол адамды атап тұрып кәдімгі не істеуге болады? Атауға болады. Міне осындай нәрсе айтылып жатыр. Бұл дұрыс емес исламда деген секілді. Исламның нағыз негізгі нәрселеріне болып жатса, қайшы болып жатса, ол талқылауға болады. Не үшін болады? Ол талқылану керек, айтылу керек. Сол дұрыс емес екендігі өзге мұсылмандарға да ол не? Жету үшін, білу үшін. Солай не бол, насихат солай жасалады сол кезде. Яғни сол жалған нәрсеге осы бір бағанағы насихат немесе жаңа талқылау оларға соның алдын алады десек болады. Алдын ала. Өзге мұсылмандар сол жалған сенімге немесе жалған түсінікке еріп кетпеуіне не болады? Себеп болады. Сондықтан біз оны ол болмайды олай. Жаңа біз оны баға бермейміз деген секілді айта беруге, кез келген нәрсеге. Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Кім жамандық көретін болса, не істесін? Оны қолымен өзгертсін дейді. Ал егер оған шамасы жетпесе, онда тілімен өзгертсін дейді. Яғни сөзбен айтсын дейді. Ал егер оны да жасай алмаса, онда жүрегімен жек көрсін дейді. Және сол иманның ең әлсізі дейді, ең төменгі дәрежесі сол дейді. Одан төмені жоқ болды. Жүрекпен жек көрмесе ол істі, күнәні сол болып жатқан жамандықты, онда ол иманға жататын нәрсе емес ол. Имандықтан емес ол. Иманды адамның жүрегі емес. Иманды адамның жүрегі не істейді? Күнәні жек көріп тұрады. Алла сақтасын, біздің жүрегіміз қазір көптеген күнәларға көз үйреніп кеткен, жүрек үйреніп кеткен. Біз оны көрген кезде, естіген кезде біздің жүрегіміз де ауырмайды. Біз мүлдем қам жемейміз оған. Қиналмаймыз оған. Ол жүзеге асып жатқанына, ол болып жатқанына жүрек өліп қалды. Құдай сақтасын. Алла баршамыздың жүрегімізді тазартсын. Өйткені бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл иманның ең әлсізі дейді. Одан төменгі жоқ болды. Жүрекпен жек көрмесе, онда бітті. Немен жек көреді басқа? Басқа одан төмен дәреже жоқ. Не қолмен өзгерте алмаса, не сөзбен оны айта алмаса, не онда бітті. Жүрекпен де жек көре алмаса, ең кемі өзі іштей мына нәрсе жаман ғой деп, онда одан төмені жоқ. Сондықтан баға бермейміз, немесе тағы да басқа сондай нәрселер, олар мүлдем дұрыс емес. Және солай насихат айтатын адамның өзінде проблема бар деп айтады. Ең қиыны ол адамға біреу насихат айтса, мынауын шариғатқа сай емес, бұл исламда ол дұрыс емес деп айтатын болса, бұл жерде оныкі емес, оның ісі емес, дұрыс емес. Ол жаңағы солай ескертіп жатқан адамның бір нәрсесі дұрыс емес оның. Оның
травмасы бар, балалық кезіндегі бір травмасы бар, сол үшін ол өзінің осылай не дейміз жаңа, травмасын шығарып жатыр дей ма, сондай дейді. Жоқ, ол болмайды олай айтуға, олай емес. Әлбетте кейбіреулер болады, көрінгенге жаңағындай не істей береді, бет алды ескертулер жасай береді, әйтеуір бір жерден тырнақ асты кір іздейді, жаңағындай тиісіп қалуды тырысады деген сияқты. Ол бөлек нәрсе. Ал шынымен жанашырлықпен жаңағындай мынауыңыз дұрыс емес қой, бұл исламға қайшы ғой деген нәрсе, ол айтылу керек нәрсе. Енді пайда, бірінші пайдаға келер болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту, ол пайғамбарға саллаллаху алейхи уассаламға ақырет күнде жақын болудың несі болады, себебі болады. Оны біз алдыңғы бірінші сабақта айттық. Оған дәлел Абдулла ибн Масудтан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Инна аулан наси бия яумал қиямати аксарухум алейя салатан». Расында ақырет күнінде маған ең жақын болатындар, олар маған көп салауат айтқандар дейді. Және Абу Умамадан жеткен хадисте ол кісі айтады, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның былай деп айтқанын естідім дейді: «Аксиру алейя минас салати фи кулли яумил джумуа». Әрбір жұма күнінде маған көп салауат айтыңдар. Фа инна салата уммати ту'раду алейя фи кулли яуми джумуа. Расында үмметімнің салауаты әрбір жұма күні маған ұсынылып тұрады, яғни әкелінеді кәдімгідей. Хақиқи кейіпте әкелінеді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға. Фаман кана аксарухум алейя салатан, кім маған ең көп салауат айтқан болған болса, кана ақрабахум минни манзилатан, сол адам маған дәреже тұрғысынан ең жақыны сол болады дейді. Сол болады. قال الحافظ ابن حبان في قوله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Хафиз ибн Хиббан осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ақырет күнінде маған салауат көп айтқан адам ең лайықтысы болады, адамдардың лайықтысы болады дегенді қалай түсіндіреді? Әй ақрабухум минни яумал қияма, яғни ақырет күнде ең жақыны болады деп түсіндіреді. Қал ва фихи баяну анна аулахум бихи саллаллаху алейхи вассалам хум ахлул хадис. Алдыңғы сабақта айтқанымыздай, бұл жерде не баяндалып тұр бұл хадисте? Расында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ең лайықты болған адамдар, яғни жақындық тұрғысынан, ол хадис ғалымдары, хадис ілімінің ғалымдары, хадис ғалымдары. Излайса мин хазил уммати қаумун аксару салатан аля наби саллаллаху алейхи вассалам минхум. Өйткені олардан басқа пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауатты көп айтатын ешкім жоқ дейді. Оны алдыңғы бірінші сабақта біз оны кеңірек түсіндірдік. Ва қала al-Хатиб al-Бағдади, Хатиб al-Бағдади айтады: «Қала лана Абу Наим». Бізге Абу Наим айтты дейді. Al-Хатиб al-Бағдадидің бұл Al-Қаулу al-Бадиъ деген үлкен кітабы бар салауатқа қатысты. Тек салауат жайында ол үкімнің барлығы жазылған, ол кең кітап, үлкен кітап. Ал бұл кітап менің қолымда қазір Абдулла Сираджидин соның жиынтығы. Яғни тек сол кітаптан жиналмаған, әртүрлі кітаптардан алып жиынтығын, нағыз керегін, тек қаймағын дейміз ба, соны берген Абдулла Сираджидин. Алла ол кісіге разы болсын, Алла ол кісіне рахмет етсін. Ал Хатиб al-Бағдади айтады, бізге Абу Наим айтты дейді. Бұл шарапат, сондай мақтан тұтарлық шарапат, яхтассу биха руатул асари ва нақалатуха. Ол хадистерді жеткізушілер, сондай рауилер мақтанатын осы бір не шарапат дейді. Шарапат. Қандай шарапат? Пайғамбарға ең жақын болу, ақыретте дәрежесі, сол дәреже. لأنه لا يعرف لعصابة أي جماعة من العلماء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا أي كتابة وذكرا أي باللسان والجنان. Өйткені ешбір жамағатқа, яғни ешбір топ ғалымдарға пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға не істеген жазуменен және тілмен және жүрекпен айту, салауат айтуменен олардан көп салауат айтқан адамдар жоқ дейді. Кімдерден артық? Хадис ғалымдарынан артық дейді. Көбірек айтқан не жоқ, ешбір топ ғалымдар жоқ дейді. Яғни ең көп салауат айтатын сол хадис ілімінің ғалымдары, хадис ғалымдары болып саналады. أخرج الحافظ ابن حجر عن سفيان الثوري أنه قال, және Хафиз ибн Хаджар al-Асқалани
бұл кісі Амирул Муъминин деген атағы бар. Хадис ілімінде Амирул Муъминин деп ең мухаддистердің ең жоғарғы дәрежесі атақ сол. Амирул Муъминин, муъминдердің әміршісі деген атақ. Ол атақты неге айтқан? Берген ең үлкен атақты, өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде солай атап кеткен. Өзінің жаңағы сөзін, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзін мен мағыналай айтып жатырмын. Кім жеткізген болса өзгелерге, олар мені менің нелерім деп айтқан, олар менің халифаларым деп айтқан. Сондықтан хадис іліміндегі ең жоғарғы дәрежені бізде мухаддис деген бар, хафиз деген бар деген секілді дәреже бар. Соның ішінде хадис ғалымдардың ішінде ең жоғары дәреже қандай? Амирул Муъминин, муъминдердің әмірі деген. Сол дәрежеге ие болған ғалым Ибн Хаджар Ал-Асқалани жеткізеді, Суфиян ас-Сауридан жеткізеді. Ол кісі айтады: "Лау лам якун ли сахибил хадиси фаидатун илля ас-салату аля наби саллаллаху алейхи ва саллям лакафаху." Егер де хадис ғалымы үшін салауаттан басқа өзге пайда болмайтын болса, сол пайда оған жеткілікті болар еді дейді. فَإِنَّهُ يُصَلَّ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي الْكِتَابِ. Өйткені ол оған салауат айтып тұрады. Ол сол кітапта бар болған кезде, сол кітапта тұр дейді сол салауат. Сондықтан сол хадис тұр, кітап, сол хадис бар болған тұрған күйінде ол оған не істеп тұр дейді? Салауат айтып тұр. Яғни салауаттың сауабы оған жазылып жатыр дейді. Сол хадисті жеткізген адамға, ол жазған адамға да жеткізіп. Ал енді салауатты көп айту, енді біз мына жерде айттық қой, салауатты көп айту, ең көп айтқан адам пайғамбарға жақын болады дедік, дұрыс па? Сол көп айтудың мөлшері қандай? Шейх Ал-Ариф Абу Талиб Ал-Макки деген кісі айтады: "Ақаллул иксали 300". Салауаттың ең аз мөлшері ол 300 мәрте айту дейді. 300 мәрте ең аз мөлшері болып саналады. Вақала шейх Ибн Хаджар Ал-Хайтами, Ибн Хаджар Ал-Хайтами айтады: "Ақул, мен айтамын дейді, инна ликсара ла яхсулу илля битафриғи аксари ауқатил ибадати лаха." Расында көп салауат айту деген мөлшер немен жүзеге асады? Өзінің нәпіл құлшылықтарын ең көп бөлігін соған арнаған болса дейді. Әй лиссалати алейхи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға салауатқа арнайтын болса дейді. Яғни құлшылықтың түрі көп қой. Соның сол түрі көп деген жаңағы намаз бар, Құран бар, басқа деген секілді. Соның жаңағы Құран бар, дұға бар, зікір бар деген секілді. Сол зікірлердің, сол ғибадаттардың ішіндегі ең көбісін өзін салауатқа арнайтын болса, бұл кәдімгі арнау да. Бұл жерде андай емес, біреу мысалға онсыз да азақ Құран оқиды, онсыз да азақ зікір етеді, сөйтіп жүр, бұл ана зікірін бәрін тастап қойып, салауатты бір шамалған айта салу емес. Жоқ, кәдімгідей ол көп нәпіл құлшылыққа не істейді? Көңіл бөледі. Сөйтіп, бірақ сол нәпіл құлшылықтың басым бөлігін не істесе, салауатқа арнаса, сол кезде ол салауатты көп айтушылардың бірі болып саналады. Кама қила фи қаулихи та'аля, Алла тағаланың мына бір сөзіне қатысты айтылғандай: "Ваззакирина Аллаха касира ваззакират". Алла тағаланы көп еске алатын ерлер менен әйелдер. Көп еске алу деген кезде қалай көп еске алу? Яғни басым уақытын өзінің өмір сүріп жатқан 24 сағат ұйқыдан бөлек уақыт алған кезде сол басым бөлігін Алланы еске алумен өткізетін болса, мені сол не болып саналады? Алланы еске алушы болып саналады. Алланы еске алу үшін ол жаңа тілмен айталады, оймен де Алланы еске ала алады, ойлап отырса жүрекпен де, тілмен айтпаса да, бірақ ойы, шұғыл ойы да, мысалға бүкіл ойы Алла жайлы болса, ойлап отыр, ол да еске алып жатыр, еске алудың несіне жатады? Үкіміне жатады. Бірақ салауатты сіз тек ойлап жасай алмайсыз, оны сіз бәлки айтасыз. Және әлбетте ол оймен де, жүрекпен де жүзеге асады. Салауатты емес, бірақ ол пайғамбарды еске алу жүзеге асады. Сіздің сағынышыңыз пайда болады жүректе деген секілді. Және бұл көп салауат айтуды біз шектей аламыз дейді.
қалай? Бианнаху юзхируха, осыны көп салауат айту дегеннің бағанағы басым уақытын салауатпен өткізу дегенде біз оны қалай шектей аламыз? Оған былай істей аламыз. Бианнаху юзхируха хатта ю'рафа фиха байнан нас. Ол оны соншалықты көп айта бергеннен, ол өзгелер де оны біле бастайды. Оның сол салауат айтып жүргенін да. Ол жасыра, яғни көбісі жасыруға тырысады, бірақ ол соншалықты көп айта бергеннен оны қандай жерде жүрмесін, жаңа салауат айтып жүреді, қай жерде болмасын, қай жерде солай ол адамдардың арасында не болып кетті, танылып кетті. Мына пәленше салауатты машалла көрген кезде әйтеуір қашан көрсек салауат айтып жүреді, қашан көрсек салауат айтып жүреді деген секілді. Сондай дәрежеге дейін жеткізген болса, сол кезде ол міне салауатты көп айтушылардан болады дедік. Бірақ енді санмен айтқан кезде, мына жерде санмен не деп айтты? Ең азы 300 мәрте деп айтты. Санмен. Түсінікті? Ал негізгісі жаңағы санмен емес, жаңағыдай көп. Бірақ әлбетте біз ең минимальныйын да жасауымызға тырысуымыз керек. Ол минимальныйын жаңа айтқанымыз қаншасы? Қанша? 300 мәрте. Екінші пайда, аннаха сабабун, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шапағатына ие болу, арнайы шапағатына. Иә? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам арнайы шапағатына ие болу. Ибн Сабит аль-Ансари деген сахабадан риуаят етіледі, Алла ол кісіге разы болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Кім-де-кім, мән қали, Аллахумма салли аля Мухаммад, ва анзилху al-maq'ad al-muqarrab индaka яум al-qiyamah деп айтатын болса, ваджабат лаху шафаати, оған менің шапағатым міндет болады дейді. Яғни менің шапағатым нәсіп болады дейді. Қалай айтса дейді? Аллахумма салли аля Мухаммад, ва анзилху al-maq'ad al-muqarrab индaka яум al-qiyamah деп айтатын болса. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. Имам ат-Табарани Абу Дардадан жеткізген хадисте ол кісі айтады, Алла Иисус саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман салли алейя хина юсбиху ашра", кім маған таң атқан кезде 10 мәрте айтса, яғни таң намаз уақытысында 10 мәрте айтса салауатты, "Ва хина юмси ашра", және кеш батқан кезде 10 мәрте айтса, кеш бату деген ол асырдан кейін кеш болып саналады шариғатта. Кеш батты деген сөз ол шариғатта асырдан кейінгі уақыт айтылады, кеш батты. Ал ақшамнан кейін ол түн болды. Түсінікті? Хина юмси ашра 10 рет айтса дейді, адракатху шафаати яумал қияма, ақырет күнінде менің шапағатым оған жетеді дейді, тиеді дейді. Үшінші пайда, расында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту закатун лил мусалли ва тахаратун лах. Ол оған зекет болады, және ол оны тазартады дейді. Оны сол адамды тазартады дейді, тазалық болады оған дейді. Рауа ибн Аби Шейба риуаят етеді, Абу Шейх ва гайрухума ан Аби Хурайра радиаллаху анхума, Абу Шейхта және басқалары, ол екеуінен басқалары Хазірет Абу Хурайрадан жеткізген хадисте ол кісі айтады, Алла Иисус саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: "Саллу алейя", маған салауат айтыңдар, "Фа инна салата алейя закатун лакум", расында маған салауат айту ол сендер үшін зекет болмақ дейді. Зекет болып саналады. وروى ابن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال ибн Аби Асим Анас ибн Маликтен жеткізеді, ол кісі айтады, Алла Иисус саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: "Саллу алей", маған салауат айтыңдар, "Фа инна салата алейя каффаратун лакум", расында маған салауат айту сендер үшін кафарат дейді. Кафарат, яғни жамандықтарды жоюшы. "Фа ман салла алейя", кім маған салауат айтқан болса, саллаллаху алейхи ашра, Алла тағала оған 10 мәрте салауат айтады дейді. "Фа фил хадисил ауал", бірінші хадис қайсысы? Расында ол сендерге зекет болады деген сөзде, баяну би анна салата алейхи саллаллаху алейхи вассалам закатун лил мусалли. Бұл жерде нені баяндап тұр? Салауат айтушы адамға ол зекет болады деп тұр. Ва минал ма'лум, белгілі болған нәрсе не? Анна заката, зекет деген сөз қандай? Таштамилу аля ма'на намаи вал баракати ват тахара. Зекет сөзі мына мағыналарды қамтиды. Ол өсу, береке және тазалық мағынасын, тазарту, яғни тазарту, тазалық мағынасын қамтиды. Кама хуа ша'ну фи закатил амуал. Ненің ол бағанағы
дүние мүліктің зекетінің де мағынасы да ол сондай дейді. Фа иннаха тунаммихи, расында ол зекет не істейді, оны көбейтеді. Жаңа зекет берген кезде керісінше оның ақшасы немесе дүниесі азаймайды, керісінше оны көбейтеді. Ва тутаххируха, және оны сол мал дүниесін оны тазартады, және оны тазартады, оның мал дүниесін көбейтеді, оның мал дүниесі тазарады. Өйткені жаңағы берілмей тұрған зекет, оның малында тұрған берілмей тұрған зекет не болып саналады? Арам болып тұрады. Соны ол берген кезде оның мал дүниесі тазарады. Одан кейінгі хадиске келер болсақ, ода не қандай мағына бар? Ол жерде хия кафаратун, ол яғни кафарат мағынасы дейді. Ол болса не нәрсеге дәлел болады? Күнәлардың жойылуына дәлел болады. Және сол күнә жасаған адамға сол күнәнің әсері болады. Күнә бар, және оның әсері бар. Жүрекке әсер береді, ол дақ ретінде, дақ болып қала береді. Сол дақты кетіреді, сол әсерді жүрекке нәпсіге жететін, нәпсіде қалып қоятын әсерді сол салауат кетіреді дейді. Уамин сахифатихи, және оның несінен кетіреді, жаңа есеп амал дәптерінен жойып тастайды. Сол бағанағы салауат есеп амал дәптеріне жазылады, оның періште жазылады жаман амалын. Соны сол дәптерінде жойылып кетуіне себеп болады салауат айту. Ендеше бұл екі хадис не нәрсеге дәлел болады? Расында салауат, саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту, омен адамның жаны сондай жамандықтан, сондай жаман амалдардан, кірден, ластықтан тазарады. Және ол арқылы не болады? Өсу, өну, арту, осы нәпсінің жақсылығы, нәпсінің, яғни жанның жақсылығы, жанның көркемділігі не істейді? Керісінше бекейді сол жерде, сол жанда, және ол артады. Кемелденеді адамның жаны, рухы. Сондықтан офизалика сол нәрседе такуну тахлияту ва тахлия. Ендеше бұл нәрседе салауат айтуда не бар дейді? Тахлия бар, яғни жамандықтан арылу бар, ва тахлия, және көркемдену бар. Көркемдену, әсемдену бар, көркемдену деп айтылмайды шығар, әсемдену бар, Ва иля хазайнил амрайн, осы екі нәрсеге айтатын келер болсақ, яғни жанның сондай жамандықтан, ластықтан тазаруына және артық сондай бір жақсы сипаттарменен әсемденуіне келер болсақ, бұл ярджиу камалу нафси ва саадатуха. Ол сол нәрсемен не болады? Адамның жанының кемелділігі мен бақыты сол арқылы жүзеге асады. Демек, салауаттың пайдасы біз нағыз қандай пайдасы бар деп айта аламыз? Тағы қосымша осыдан шығара біз не дей аламыз? Салауаттың пайдасының бірі адамның жаны тыныштықта болады, және адам бақытты болады. Жаны бақытты болады. Осындай біз пайда шығара аламыз. Вабихаза ю'ламу, осы арқылы білінеді, не нәрсе білінеді? Аннаху ла камала лин-нафси илля bis-салати аля-наби саллаллаху алейхи вассалам. Адамның жаны кемелдікке жетпейді тек пайғамбарға саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтумен. Аллаху акбар. Салауат айтсаңыз, сіз жаныңыздың кемел болғанын қаласаңыз, кемел, онда салауат айту керек. Тек салауатпен ғана сіз кемелдікке жете аласыз дейді. Фа иннаха мин лавазими махаббатихи ва мутабаатихи ва тақдимихи аля кулли махлуқин сива. Ол нәрседе, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам салауат айтуда не бар? Ол махаббат бар. Ол жерде махаббат бар, ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға еру бар, ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды барлық жаратылыстан артық қою бар. Түсінікті? Сондықтан да Алла тағаланы таныған мұхаққиқ ғалымдар не істеген? Былай деп айтқан. Кім өзіне мән лам яджиди шейх ал-муршид ал-камил, кім тәрбие беретін, өзіне тәрбие беретін, сондай тәрбие бере алатын, кемелдікке жеткен ұстаз таба алмайтын болса, өзі өмірде өзіне, онда фаалейхи bis-салати аля-наби саллаллаху алейхи вассалам. Ол адам не істесін дейді? Пайғамбарға саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтуда берік болсын дейді.
салауат айтсын, үнемі айтсын, тоқтатпай, үзбей. Фаиннаху лаху кал муршидил камил. Расында ол салауат оған не сияқты болады? Жаңағы тура жолға салушы, яғни үйретуші, тәрбие беруші ұстаз секілді болады дейді. Соның орнын басады дейді. Сол секілді. Әлбетте ол тек салауатпен шектеліп, ілім алмай жүрсін деген сөз емес. Жоқ, ол ілім алады, ол үйренеді, білуге тырысады, бірақ салауатты тастамай жүрсін дейді. Оның арнайы сондай ұстазы болмағандықтан. وممن نبه لذلك العارف بالله تعالى أحمد رزوق في القاعدة 114. Ол сондай ғалым кісі айтып жатыр. Ғалым кісі бұл нәрсеге ескерту берген дейді. Яғни осыны ескертіп айтқан дейді. Кім? Ахмад Зарруқ деген кісі осыны да айтқан екен. Осылай екен. Яғни салауатты айтсын дегені. وقد روى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إسماعيل القاضي деген өзінің ас-сала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту тарауында былай деп айтқан, өзінің иснадымен, өзінің тізбегімен Абу Хурайрадан жеткен хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, Алла Иса саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: "Саллу алейя", маған салауат айтыңдар. "Фа инна салатакум алейя закатун лакум", расында сендердің салауаттарың мен үшін, маған салауат айтуларың сендерге не болады? Зекет болады. Қал, содан кейін айтты: "Вас'алуллаха лиял васила", және Алла тағаладан маған васила сұраңдар. Қал, сосын айтты: "Вал василату а'ла даражатин фил жанна". Васила дегеніміз не десек, ол жәннаттағы ең жоғарғы дәреже дейді. "Ла яналуха илля раджулун", оған тек бір адам ғана қол жеткізеді ол дәрежеге. "Ва арджу ан акуна ана залика раджул", және сол адам мен боламын деген үміттемін дейді. Яғни мен боламын деп тұр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сол адам. Сондықтан сіз не істеңіз, біз не істеуіміз керек екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сол василяны сұрауымыз керек екен. Василяны. Енді мына жерде жақсы, осымен тоқтайықшы, иә? Осымен тоқтайық. Ертең иншалла жалғастырамыз. Біз 4-ші пайдаға келіп жеттік. Ва ахиру дa'вана анилхамдулиллахи раббил аламин. Бір нәрсе айта кетейін, бұл кітапты жазған ғалым кісі Абдулла Сираджиддин өзінің бүкіл кітаптарында нені өтініш қылған? Әрбір осы кітапты оқушы адамнан өзінің әкесі Шейх Мухаммад Наджиб Сираджиддин Аль-Хусайни деген өзінің әкесіне Фатиханы оқып бағыштауды, дұға етуді сұраған екен. Әрбір осы кітапты оқитын адамға өтініш қылып. Және иншалла соны бізде осы ұстаздың, шейхтің өтінішін, яғни осы кітапты жазған кісінің өтінішін қабылдап, біз де не істейік? Фатиханы оқып, сол кісіге бағыштап жіберейік. Кімге бағыштаңыз? Толық аты жөнін жаттай алмасаңыз да, осы Абдулла Сираджиддиннің әкесі Мухаммад Наджиб Сираджиддин. Мухаммад Наджиб Сираджиддин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Ихдинас сиратал мустaqим. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Амин. Я Рабби рахман. Осы оқыған Құран аяттарының сауабын Аш-Шейх Мухаммад Наджиб Сираджиддинге және де оның баласы Абдулла Сираджиддинге арнайы дұға етіп бағыштаймыз. Алла тағала бір өзін ол кісілердің біліп те білмей істеген қателіктерін, кемшіліктерін бір өзін кешіріп, ақырет күнде жүздерін жарық етіп, тозақ отынан, қабір азабынан сақтап, Я Раббана Карим, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қасында көрші болуларын нәсіп ете көр, және бізге де сол кісілердің қасында болуларымызды нәсіп еткейсін. Ва ахиру дa'вана анилхамдулиллахи раббил аламин. Ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.